маған келетін болашақ күйеуім бойы менен биік болу керек, әрине. Толық болмау керек. Жалақысы, негізі жалақысына келсек, мені өзін отбасын, болашақ отбасын, және де мен ата-анамды барлық қаржылық жағдаймен қамтамасыз етуге шамасы келу керек, дайын болу керек деп ойлаймын. Тамаша, керемет. Нақтырақ айта кетсең, жалақысы енді орта есеппен алғанда қанша болу керек? 200 мыңнан жоғары болу керек. 200 мыңнан жоғары болу керек. Керемет. Бәрі түсінікті. Ендеше құрметті көрермен, егерде Динаны өз қалаулым десеңіз, 8-7-2-7-3 49-54-93 нөмір арқылы, немесе әлеуметтік желідегі парақшамыз арқылы бізбен хабарласыңыз. Көп рахмет саған, Дина, орныңа жайғаса қой.